Sakallar, eğer de bundan olsa biz şahitlerin bari bakmasına alalım. Evet, biliyorsun. Aka. Emede bu iş boyunca sizin malumatınız, sizge yetkizgen malumat bu biz anın malumatı gördük. YouTube'dan çıktı, geçen bizim bu suhbat etken emelerimiz çıktı. Anın arkasından da iyiyimdin kaççısının emesi çıktı. Malumat çıktı. Bala distribütüne karmalganda pistolet kollandı dep aytты. Pриступ. Туурабы? Каршылык көрсөттү деди. Жолдо келе жатканда өлүп калды деди. Жүрөгү жарылып, сердечный моргко келсек, сердечный приступ болуп өлдү деди. Мен сиздерди түшүнөм, жумушуңузда. Сиздер билбейсиздер, маалыматыңыздар жок. Кече замначальниктен дагы сураганмын. Сен ошол турукту барып көрдүңбү десем, мен барганга укугум жок деди. Мен барган болсом, мен давет эткен болуп калам. Мен аны түшүндүм. Макул, сиз атасыз. Сиздин балдарыңыз бар. Мо бала. Бул баланын баласы. 6 ай болду мо балачы. Мо бала 26 жаштагы бала. Мына көрүңүздөр. Сиздин балаңыз бар. Кармап туруңуз. Туруп турсаңар. Сөзү бөлбөдүлөр. 2 күн мурунку сүрөтү. Апасы менен түшкөн баласы. Балаңыз бар да сизде, Мо Россияда түшкөн сүрөтү. Анан кече замначальник айтты, мен билбедим. Бизге жеткен маалыматтарга караганда бул скорыйда сердечный приступ болуп өлдү дейт да. Эми сердечный приступка мына башындагы эмени караңыз. Мунун артында жакшы байкасаңыз кара тактар турат. Баштын ичиндечи. И чачтын ичинде дагы бар. Бул фото эмеге түшпөйт экен. Мону эмне деп ойлойсуз? Сиз өзүңүздүн көз карашыңызда. Айтыңызчы. Айтыңызчы. Просто Эми мындай нерсе урулганда бул баш. эми муну менен сатылган. туруп туруңуздар. Туруп туруңуздар. Мен билдим ушунча. Билсем муну травматический пистолет менен. Бүгүн Кудай буйрса азыр эксперт келет, муну ачтырып туруп ишин көрөбүз. Именно өлүмгө байланыштуу ушулдагы болушу мүмкүн дейт. Мээден кан кетип дейт. Мону караңыз. Могу колдогу эмелерди, синектарды, моуларды караңыз. Мына. Так, эми мына буттарын караңыз, мына буттарын. Буттарын көрүңүз мына. Могу эмелерди. Көгөргөн эмелер байкап атасыздар, туурабы? Бул 4 күндөн кийинки дагы. Бул сарапиналар, моулар көрүп атасыздар. Мына башы. Так. Мен сизге просто кызык эме көрүшүңүздү каалайм да. Көрдүңүз мына эмелерди, синектарды. Бул өлгөндөн кийин 3-чү күндө тартылган эме, снимок. Так, мына моулар. Электрошокердин издери. Электрошокердин издери. Могу колдогу эменин наручниктин издери. Наручниктин издери. Мына колдогу конкретный көрүнүп турат мына. Бул дагы фотоаппарат менен тартылган, караңгы жерде спичка менен тартылган эме. Эми биз кече Kimge? Bıçak mı yanır var? Bıçak mı? Ostur bilmeyen saygılagan. Bu çımının izinde dağı var, özünün kiyiminde dağı var. Bu Kana cinslik güç kana. Apkal cins geldi ona. Cinslik güç ona geldi. Bayağı çok onu kaçırıp falan. Ben istemem bu da hani mes. Жаштарыңызда может жөн эле топ тийсе эмне болот? Жыныстык көчөгө. А муну көрдүңүзбү? Тепкилегенин. Эми ушуну урматтуу биздин замначальнигибиз айтат. Бизге жеткен маалымат боюнча бул скорыйда каза болгон дейт. Макул, скорыйда каза болсун, или келе жаткан машинада каза болсун. Бирок бул бала кайсы жерде ушундай эме болду? Мен макул, сердечный дегенге мен макул кошулайм. Сиздер кантип ойлойсуздар? Сиздер өзүңүздөр просто адамдык эмеңиздер менен айтылат, мага жумушуңуздар, протоколуңуздар кереги жок. Бул мыкачылык да, туурабы? Мен итимди өлтүрөйүн десем, Мен айтам, ит тартап келем айлан, Беркел, мой ит мага болбой калды, аты бер деп айтам. Мен өзүм карай албайм ошонучу. Эми адам баласы, өкмөттүк иштеген кызматчылар, адам баласы ушунчалык кыйын акыбалда өлгөн болсо, так, эми маалыматтарыңыздарды караңыздар, берген маалыматыңыздарды. Бала кармалды. При задержании табельное оружие 12 ММН үлгү менен аткан дедиңиздер. Туурабы? Ал боюнча бизди кармалган жерде видеобуз бар. Мен эртең Кудай кааласа муну көрсөтөм мен сизге. Бүт коомчулук чыгат. Кармалгандагы түшкөн видеосу. Бул бир. Экинчи нападение кылган дейт. Эки. Баланын жанында 520 миң сом акча.
Ayın üçün oşol akçаны жазған емессіздер. Раз мейлі бала қарақшылық қылған дейсіздер. Ошол қарақшылық қылған үшін мына 520 000 сом ақшасы бар еле жанында. Қармадық деп тұрып факт қылып қоймайсыздар ғой. Емне үшін? Баланы қармағанда, мен закондан мына адвокаттардан сұрадым. Баланы қармағанда айтады екен, атасыға, апасыға, же баласыға, біз сенің балаңды алып кеттік, монда іш қозғалды үстіден. Ушыға подозрение болып отады деп тұрып алып кетіш керек. Турабы? Бұға хабар берген емес. Біз баланы 3 күнден кейін моргтан таптық. Моргқа барып тұрып сұрадық. Мен лично өзім келіп сұрадым. Мен айланайын туған. Senin атаң болса керек, балаң болса керек. Bizim bala sende mi desek bizde dedi. Ne oldu? Desek сердечный приступ oldu деп айтты. Хорошо, сердечный приступ болдыр. Мен өзім қармадым. Мен балам жүрек жарылып кеткен оқшайды. Хорошо, мақұл. Еми бізге көрсет десек, жоқ, көргенге болмайды дейді. Biz қандай өзіміздің баламызды алып бардық жерге береміз. Көрмей тұрып. Көзіңді аш деп айттым мен. Көзіңді аш. Балдарды айттым, менің жанымда тұрғыла дедім. Видеоңарды алғыла, кирелік, көрелік. Көрсек мына ситуация суреттерді көрдіңіз. Еми, мына масалық малыматтарда біздің баламыз қарақшы біреуді қарақтап кеткен дейді. Қарақтап кеткен. Қарақшыны закон бар да, бізде өлім жазасы жоқ да, турабы? Бұны сот, еме қылыш керек та, сотташ керек. Бұл қарақшы екен деп, өкілін шығарғаннан кейін қарақшы болады да, турабы? Турабы? Мен тура айттым ба? Тура айттым бақсағал. Еме мені қараңыздар. Біз, мына, мұ жерде тұрғандар, мен бардығы туғандары деп айтпаймын. Қоңшылары бар, туғандары бар, қаласаңыз характеристика береді. Действительно, бала жаштықта любой өз қыласыз. Мен дағы қылғамын ұрылықты. Бардығы өз қылғамыз. Еме біз өтімізға тартқан, жазасы да алған. Өтіп шыққан бала. Ondan кейін 2 жыл үйінде жүрді. Құдайға шүкір апасını құшақтап түшкен суреттерін көрдіңіз. Sizin дағы балаңыз бар. Бала оң олған. Мен лично өз көзіммен намазға барып жүр. Иманды адам андай қылмайды. Еме ошоны көріп тұрып кеше урматтың начальник айтады. Мұрдағы іші бойынша біз алып келгенбіз дейді. Еме қараңыз. Еме бұл адам, қылмыш қылған адам жазасын алып өткеннен кейін түгелік алып келіп тіге бере үшін түгелігі тіге бере ме? Бұл мыйзам болуш керек та. Егер мыйзамды қарайтынған орган үшін болған болса, мен азыр оларға әрбірге айтам. Давай тап десем азыр любой жерден мылтық табады. Любой жерден азырча. Азыр мылтық табыш, оружие табыш менің ойымша проблема емес. Мына ақ үйден шықты КамАЗ еме. Анда елдің ішінде толтыр алып шықтағы да давай алдыңнан шыққанда от деп команда берелік анда. Беспредел болсын анда бір жолы Қырғызстан жоқ болады. Адамдар преступник болды ол жерде. Еме неме деп айтасыздар? Сіздің өз көз қарашыңызды айтыңыз болған малым. Бұл тұрғыла, тұрып тұр. Ақсақал азыр өзінің ұққан емесі бойынша интервью берсін.